Компьютерлік ойындар жылдан жылға бәсекелесіп, бірінен соң бірі озып жатыр. Ал табыспен танымал кейбір ойындарды ұмыттырмайды. ПК платформадағы ойындардың табыстары және жетістіктерімен таныс боласыз. Call of Duty мен Battlefield. Call of Duty FPS жанрындағы компьютерлік ойындар сериясы. Ойынның оқиғасы 2-ші дүниежүзілік соғыста, суық соғыста және 3-ші дүниежүзілік соғыста болады. Call of Duty-ді жасап шығарған американдық Activision компаниясы. Қазіргі кезде топтама 15 негізгі ойыннан тұрады. Әскери өмір, соғыс, қару, майдан, жанкештілік, жеңістер. Бұл ережелер Call of Duty-дің мағынасын ешқашан жоғалтпайды. Ең алғашқы ойын 2003 жылы тек Call of Duty атпен шықты, ал ең соңғысы Call of Duty Black Ops 4. Activision компаниясы ойындарды жарыққа әкеліп, 2013 жылғы есеппен алғанда таза табыс көзі 4 миллиард 98 миллион долларды құрады. 2009 жылы Call of Duty Modern Warfare 2 сериясы сатудың бірінші күнінде ойынның 4 миллион 700 мың данасы сатылды. Күнделікті сату рекордын орнатып, Grand Theft Auto 4-ті артта қалдырды. Ойынның сюжеті Ресейде, Қазақстанның Тянь-Шань тауындағы әскери базада, Бразилияда, Ауғанстанда, ақш-та, тіпті жердің орбитасында өтті. 2010 жылы 1 сәуірде Call of Duty Modern Warfare 2 Genesis'тің рекордтар кітабына өнеркәсіпте ең коммерциялық табысты өнім ретінде іске қосылды. 2012 жылы Activision компаниясы Duty ойын сериясын ай сайын 40 миллион адам ойнап отырған. Call of Duty осы кезден бастап атақты ойынға айнала бастады. Одан кейін Activision ұсынған Black Ops сериясы, Call of Duty Ghost, Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Infinity Warfare атпен белгілі сапалы ойындарды шығару арқылы одан сайын беделі артты. Кешегі күн тарих, бүгінгі күн сыйлық, ертеңгі күн жұмбақ. 1941 жылы тарихта қалған 2-ші дүниежүзілік соғысқа Activision ойын арнады. 2017 жылы Call of Duty-дің ең әсерлі әрі шынайы жасалған ойыны. Сіз ойнайтын басты қаһарман 1-ші атқыштар дивизиясының сарбазы Рональд Дэнилстің әскери өмірінде ойнайсыз. Ойын 1941 мен 45 жылдарды қамтиды. Ойын сюжеті өте керемет, сол себепті топтың 5-тігіне кірді. Battlefield DICE швед компаниясы мен Electronic Arts Американ компаниясы басып шығаратын тактика стратегиялық бірінші жақтан шутер жанрындағы компьютерлік ойын. Ең алғашқы ойыны Battlefield 1942 деп аталды. Ең бірінші ойыны 2002 жылы жасалды. Картада бүкіл Еуропа елдері салынды. Battlefield'тың алғашқы сериясында 51-ге жуық техника енгізілген. Критиктердің алғашқы жұмыстарына қойған бағалары жоғарғы балды иеленді. Battlefield'тың табысты ойыны 2011 жылы шыққан 3-ші ойыны болатын. Шығарылған бірінші аптада ойынның 5 миллион көшірмесі сатылып, көптеген геймерлерден жақсы сынға ие болды. Battlefield 3 2005 жылы шыққан Battlefield 2 ойынның сиквелі. 2012 жылы шілденің соңына қарай ойынның 15 миллион көшірмесі сатылды. Компания режимінде ойыншы бірнеше әскери рөлдерді атқарады. Force Recon Marine, қару-жарақ система офицері, танк операторы, ГРУ спецназ қызметін орындайды. 2011 жылы ондаған марапаттың жеңімпазы атанды. Ал 2013 жылы Battlefield 4 Азияға жол тартты. 2013-те Battlefield 4 әртүрлі басылымдардан тағы да ондаған үздік марапатқа ие болды. GameSpot, GameRadar және CVG бойынша ең жақсы көрме ойыны атанды. Сондай-ақ үздік графиканы едәуір жақсарта алды. Кейіпкерлердің бет-әлпеті шынайы көрінді. Сценарий бойынша басты қаһармандар Қытайға қарсы соғыс қимылдарын жасайды. Басты ойыншы командир Данның сенімді сарбазы, штаб сержант Даниэль Рекер. Қытай адмиралы Чангтың кемесін жару үшін 2 адамға таңдау қояды. Ойнағандар болса, бомбаны кімге бердіңіз? Battlefield Hardline. 13-ші серия Майами полиция қызметкері Ник Мендоз, оның ескі офицері детектив Хайт туралы. Сақшылар қала ішінде есірткі қылмыстармен күреседі.
жоғардағылардың арасында жемқорлық болған соң қылмыс тоқтамайды. Әділеттік орнату үшін ондаған кезеңнен өту керек. 2016 жылы Battlefield 1-де алғашқы дүниежүзілік соғысты еске алды. Бұл тақырыптары көпке ұнады. 6 кезеңге бөліп тұрған ойын графика мен физикалық қозғалыстары арқылы көзге түсті. Жылдың үздік графика номинациясында бірінші орынды иеленді. Бастапқыда DICE студиясы бұл ойынды жасағысы келмеген. Бірақ Electronic Arts ойынды қызықты етіп жасауға көндіріп, осындай ойын жарыққа келді. 2018 жылы күзде Battlefield-тің 5-ші сериясы босатылды. Нағыз ұрыс алаңын шынайы өмірге ұқсатқан сапалы ойын. Ойынның әрекеттері 2-ші дүниежүзілік соғысқа бағытталған. 2018 жылдың қараша айында Battlefield 5 1,9 миллион данаға дейін сатылды. Бұл Battlefield 1-ден әлде қайда нашар. Физикалық сатылымдардың құлдырауы 60%-дан асты. NPD тобының әрекеттері бойынша сол кезеңде Battlefield 5, Red Dead Redemption 2 және Call of Duty Black Ops 4-тен кейін 13-ші орынға табан тіреген. Сонымен балалық шақтың үздік ойыны әрі ең танымал Ed Boon жасаған файтинг жанрындағы Mortal Kombat ойыны. Ойынды жасау үшін программист Ed Boon мен John Tobias еңбек еткен. Ed Boon Mortal Kombat-тан бөлек DC Comics ұсынған әділетсіздік немесе Injustice ойын сериясын жасаған. Mortal Kombat жайлы фильмдер мен сериалдарда түсірілді. Фильмдердің барлығы сәтсіз шыққандықтан фильм түсіруге көп уақыттарын жібермейді. 1992 жылы Sega платформасында жасалған ойын сол қалпы дамыды. Өндіруші Midway Games, Nature Realm Studios ойын компаниясы 2009 жылы банкротқа ұшырады. Бұл тығырықтан Warner Bros. Компаниясы алып шықты. Warner Bros. Ойын франшизаны өз меншігіне өткізіп, араға 1 жыл салып, Mortal Kombat-тың 9-ші сериясын ұсынады. Бұған дейін Mortal Kombat 2, 3, Mortal Kombat Deception, Mortal Kombat Armageddon, Mortal Kombat Shaolin Monks ойындарын шығарып келсе де, ойын сол қалпы өзгермеді. 2011 жылы Mortal Kombat 9 ойыны нағыз қатыгездігімен басын түсті. Бұл жолы ойын балаларды көгілдір экран алдына шақырмайды. Ойынға қызыл қағазға басылған 18 саны берілді. Не үшін? Әрине, Fatality өзгеріп кеткен. Fatality Mortal Kombat ойын сериясындағы геймплейдің элементі. Аяқталмаған істі өлімге алып келетін қарсыласқа қарсы бағытталған сөз. Комментатор соңғы раундта аяқтаңыз деген фразаны айтқаннан кейін ойыншының геймпадтағы түймелерді басу арқылы Fatalityге куә болады. Мысалы, мына Fatality. Fatality. Scorpion wins. Flawless victory. Fatality. Sub-Zero wins. Flawless victory. 9-ші сериядан соң араға 3 жыл салып, 2015 жылы Mortal Kombat X немесе 10-ші сериясы жарыққа шықты. Жаңа кейіпкерлер, жаңа дәуір, көздің майын тамызатын графикалары, ойын қозғалыстары, кейіпкерлердің эмоциялары, бұның барлығын жасау Ed Boon'ның еңбегінің жемісі. 18 рейтинг алған ойын қанды қырғын сценаларымен Fatality'ден асып түсті. Ендігі сюжетте Ақ Лотус пен Көлеңкеп бауырлар арасындағы, яғни Рейден Шинокқа қарсы бітіспес қақтықсармен жалғасын тапты. Клан Ширайрёдің көсемі Сашаян мен клан Линкойдың басшысы Sub-Zero басты ойыншылар. Ойын тарихы жаңа кейіпкерлермен толыққан. Олар Сашаянның шәкірті, Кеншидің ұлы Такеда, Джоннидің қызы Кейси, Кунг-Лоудың шәкірті Кунг-Джин, Джекстің қызы Джеки Брикс, алып денелі Фера мен Тор. Сонымен бірге жаңа дәуірдің императоры, күн құдайы Катал Кан және оның одақтастары Дивора, жәндік әйел, жалдамалы кісі өлтіруші Эрон Блэк. Ойынға төбелесу үшін сырттан келген қонақтар да бар. Олар Жыртқыш, Джейсон, Трермор, Таня, Трейборг, Тербет, Борайчо және Бутин ғаламдықтар. 2019-да Mortal Kombat 11 сәуір айында дайын болды. Бүкіл әлемдік геймерлер күткен ойын. Ed өткен тарихты қайта қозғап,
Хроника атты уақыт иесі оларды өткен шақпен тағдырды шиеленістіріп тастайды. Тарих пен болашақты қатар дамытқан ойын, ең үздік файтинг ойын. Бұл жанрдағы ойынға енді ешкім соңына ілесе алмайды ғой шіркін. Ендігі кезекте CSGO, Counter-Strike Global Offensive, Valve және Hidden Page Entertainment компаниялармен шығарылған ойын. Қазіргі кезде Counter-Strike сериясының ең соңғы ойыны. Counter-Strike Global Offensive Counter-Strike Source'тан кейін шыққан. Бала кездің қызықты шақтарын еске салатын Counter-Strike ойыны артта қалды. Енді CSGO туралы барлығын білеміз. Тек кей тұстары емес. CSGO үшін киберспорттық турнир өтіп тұрады. Бас жүлдеге 250 мың ақш доллар жүлде қоры табысталатын. Қазақстанда CSGO-дан танымал киберспортшы Gambit тобы барын біле жүріңіз. 2016 жылы Gambit әлемнің үздік команда ондығына кіру қиынға соққан, бірақ кіре алмады. Дегенмен Gambit 2017 жылы шоттарына бірінші орынды 5 рет алып, 50 мың доллар ұтып алды. Қазақстанда киберспорт жағын биік шыңға көтерді. 2015 жылы Steam'де ең көп сатылатын ойын Dota болды. Ал екінші орында CSGO тұр. Қазіргі кезде Steam арқылы CSGO-да көптеген жағдай жасалған. Ойынға бұрынғыдай читерлік шабуыл жасай алмайды. Сіз білесіз бе, CSGO-да ең қымбат скин анықталды. Скин AWP снайперінен салынған. Skate Doodle лақабатпен белгілі танымал геймердің қолы қойылған скин OpSkin сайтында 61 мың долларға сатылды. Бар назарды жаулаған ең танымал экшн ашық әлем ойыны GTA 5. Grand Theft Auto 5 ойыны қазіргі уақытқа дейін Rockstar Games компаниясының тарихында жасалған ең ірі проектісі болып табылады. Шотландық Rockstar North компаниясынан жасалып, американдық Rockstar Games баспагерлерінен шыққан. Grand Theft Auto топтамасының 15-ші ойыны. GTA 5 туралы ештеңе айтпаймын. Ойында не істеу керектігін өзімізде жақсы білеміз. Оқиға Майкл, Тревор, Брэд есімді ойыншылардың банк тонау операциясында кеткен қателіктен кейінгі өмір туралы. Қала ішінде криминалдық қылмыстарды жасау арқылы емін-еркін жүру әдетке айналды. GTA 5 табыс жағынан рекордтар кітабын бұзды. 24 сағат ішінде 11 миллион көшірмесін сатып, 800 миллион доллардан асырып тарихта ең табысты ойынға айналды. GTA 5-тің табысы 1 миллиардқа жете алмайтындай сенімсіздік танытқандар болды. Алайда бір аптадан кейін табыс көзі 1 миллиардтан асып кетіп, осыншама қаржыға кенелді. 2012 жылдың қазан айында GTA 5 ең күтілетін жоба санатында 30-шы жыл сайынғы Golden Joystick 2012 британдық ойын сыйлығымен марапатталды. GTA 5 VGX 2013 бойынша жыл ойыны және үздік саундтрек номинацияларында жеңіске жетті. Игромания журналының жылдың ойындары 2013 номинациясын жеңіп алды. PlayerUnknown's Battlegrounds, қысқартып айтқанда PUBG. Корейлік баспагер Bluehole компаниясының еншілес кәсіпорны PUBG корпорациясы әзірлеген корольдік шайқас мультиплеер ойын. Өндіруші мемлекет Оңтүстік Корея. PUBG-дің негізін қалаған программист Брэндон Грин, продюсері Чхан Хан Мин. Ойынды жасауға себеп қылған жағдай. Корольдік шайқас атты жапон фильмін көру арқылы шабыттанған Брэндон бұрын соңды болмаған ойын PUBG-ді ойлап тапты. Ойын 4 картадан құралады. Эрангел, Мирамар, Санук, Викенди, атап айтқанда жылдың 4 мезгілі секілді. Ойында 100-ге жуық ойыншы бар. Олар аралға парашютпен түсіп, содан кейін басқа ойыншыларды өлтіруге арналған жабдықтар мен қару-жарақтарды іздеп, ұрыспен шайқаста тірі қалуға тырысады. Ұшақ ішіндегі қолжетімді қауіпсіз көк түсті аймақ. Уақыт өте келе, оларды біріктіру үшін бос орынға жақындатып, жеңімпазды анықтауға мүмкіндік береді. Соңғы аман қалған ойыншы нөмірі 1-ші топтық кезеңде соло, дуо немесе жасақ команда жеңімпаз болады. Just set the record, my friend. Алғашқы 4 ай ішінде 4 миллион данасы сатылған соң, Bluehole баспагері кірістердің 100 миллион доллардан асқандығын жариялады. PUBG Steam'да ең танымал ойын. Dota мен CSGO-да артта қалдырып, бірінші рейтингті ұстап тұрды.
PUBG шыққаннан кейін алғашқы 7 ай ішінде ойынның 13 миллионнан астам данасы сатылып, ойыншылардың көптігі жыл соңына дейін 2 миллион адамға жетті. 2017 жылы 31 қазанда PUBG сатылымы 18 миллион данадан асты. 2018 жылдың 19 наурызында Қытай инвестициялық Tencent компаниясы PUBG Mobile атпен смартфонға шығарды. PUBG 2017 жылы 9 номинацияға ілігіп, оның 5-еуінде бас жүлдегер атанды.